Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен студенттер. Бүгін сіздердің алдарыңызда Төле би ауданы, Леңгір қаласы, нөмір 8 колледждің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Жапашев Нұрғали Пернебайұлы. Бүгін сіздермен осы тақырыптағы сабақты өтеміз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөз жасам. Бүгін құрметті әріптестер, студенттер, электрондық оқулықпен жұмыс істейміз. Сөз жасам дегеніміз не? Сөз жасам дегеніміз қазақ тіліндегі сөздер түбір және қосымшаға бөлінеді. Мысалы, орындық, көзілдірік, айнаға. Түбір одан әрі бөлшектеуге келмейді. Мысалға, тас, көз, жаз, кел. Түбір сөздің бастапқы бөлшегі қала, бала, қыз, қалам. Бұл сөздер ары қарай бөлшектенбейді. Туынды сөз түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, оқу, ш. Оқу түбірі, ш жұрнағы. Кітап, ша. Кітап деген сөз түбірі, ша жұрнағы. Жұрнақ жалғану арқылы кітапша деген сөз шықты. Біріккен сөз дегеніміз не? Екі немесе одан да көп сөз бірігіп, бір ұғымды білдіреді. Тас, бақа. Тас, бақа сөздерінің бірігуі арқылы жасалып тұр. Екі бас тұз. Екі бас тұз. Екі бас тұз сөзінің бірігуі арқылы жасалған екі бас тұз сөзі. Қос сөз дегеніміз не? Сөздердің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздер. Мысалы, үлкен, кіші, ата, ана, ыдыс, аяқ. Қысқарған сөз күрделі атаулардың қысқартылып жазылған түрі. Мысалы, ТМД. Тәуелсіз мемлекеттер достығы. ақш. Америка құрама штаттары. Құрметті студенттер, қазір жаттығу жұмысын орындаймыз. Мынау берілген сөздерді тиісті бағандарға орналастырамыз. Оны қалай істейміз? Мысалға, мына жерде түбір сөз беріп тұр. Мына керекті сөздердің ішінде, сол түбір сөз табамыз. Түбір сөз қайсы? Анна. Ал енді туынды сөз табамыз. Жаңа айтқандай, оқулық. Екінші, қос сөзді табамыз. Қос сөз оқта, текте. Одан кейін біріккен сөздер табамыз. Біріккен сөз бұл жерде еңбек, күн. Екі сөздің бірігуі арқылы жасалып тұр. Еңбек, күн. Ал енді қысқарған сөзді табамыз. Жаңағы айтқандай, ақш, Америка құрама штаттары. Балалар, сіздерге түсінікті болса, осыны сіздерге жіберемін. Сіздер осыны дәптерге жазып, маған суретке түсіріп жібересіздер. Келесі тапсырма. Бұл тапсырмада сәйкес батырмаларды басу арқылы қос сөздердің сыңғарын жұптастырыңыз дейді. Бұл жерде сіздер бұны қалай істейсіздер? Мысалға, мына жеңіл деген сөздің сыңғарын табуымыз керек. Тышқанмен басып тұрып, жеңіл қайсы болады? Желпі деген сөз болады.
Көріп тұрсыздар ғой, міне. Ал сіздерге тапсырма, осы жаттығуды дәптерге жазып, суретке түсіріп жібересіздер. Құрметті студенттер, үй тапсырмасын бәріңіз де орындап жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.